Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Өңірлік экономика және басқару курсының келесі тақырыбын бастаймыз. 11-ші тақырып өңірлік дамуды мемлекеттік реттеудің ұйымдастырушылық құқықтық негіздері. Тақырып бойынша жоспарға тоқтала өтейік. Мұнда мемлекеттік реттеудің мәні мен маңызы, өңірлік саясаттың бағыттары, ұйымдастырушылық негіздер, құқықтық негіздер, реттеу құралдары және жоспарлау, қазіргі мәселелер мен болашақ бағыттары айтылатын болады. Өңірлік даму бұл елдің әртүрлі аймақтарының әлеуметтік экономикалық дамуын теңестіруге, олардың бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған мақсатты үдеріс. Өңірлік дамуды мемлекет тарапынан реттеу бұл елдің барлық аймақтарының теңгерімді және тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін қажет. Егер мемлекет араласпаса, кейбір өңірлер тез дамып, ал кейбіреулері артта қалып қоюы мүмкін. Бұл экономикалық және әлеуметтік теңсіздікке әкеледі. Өңірлік саясат мемлекеттің аумақтардың әлеуметтік экономикалық дамуын реттеуге бағытталған қызметі. Оның басты мақсаты өңірлер арасындағы даму айырмашылықтарын азайту, халықтың өмір сүру деңгейін көтеру және ел экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ету болып табылады. Өңірлік саясат әр аймақтың ерекшеліктерін ескере отырып жүргізіледі және экономикалық, әлеуметтік, инфрақұрылымдық, экологиялық бағыттарды қамтиды. Төменде экономикалық бағыт бойынша айтылады. Бұл жерде, яғни өңірдің экономикалық дамуын қамтамасыз ету. Бұның негізгі мақсаты әр өңірдің экономикалық әлеуетін тиімді пайдалану. Яғни мемлекет өнеркәсіпті, ауыл шаруашылығын, шағын және орта бизнесті дамыту арқылы аймақтардың экономикалық белсенділігін арттыруға тырысады. Экономикалық даму барысында жаңа өндіріс орындары ашылады, кәсіпкерлік қолдау табады, инвестициялар тартылады, экспорттық әлеует күшейтіледі, өңір экономикасының бәсекеге қабілеттілігі артады. Мысалы, мұнай-газ өңірлерінде энергетика мен химия мұнай саласы дамытылса, аграрлық аймақтарда ауыл шаруашылығы өндірісі күшейтіледі. Яғни өңірлер арасындағы теңсіздікті азайту, яғни бұл жерде кейбір өңірлер табиғи ресурстарға, өндіріс орындарына немесе инфрақұрылымға бай болғандықтан жылдам дамиды, ал кейбір аймақтар экономикалық жағынан әлсіз болады. Сондықтан мемлекет артта қалған өңірлерге қолдау көрсетеді. Бұл яғни бюджеттен трансферттер бөлінеді, әлеуметтік бағдарламалар жүзеге асырылады, жаңа жұмыс орындары ашылады, шағын бизнесті дамытуға жеңілдіктер беріледі. Одан кейін әлеуметтік бағыт, әлеуметтік саланы дамыту кезінде бұл өңірлік саясаттың маңызды бағыттарының бірі деп айтайық. Бұл халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту, бұл білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет және жұмыспен қамту салаларын дамытуды қамтиды. Жалпы негізгі шаралары мектептер мен ауруханалар салу, кадр тапшылығын азайту, жастарды жұмыспен қамту, әлеуметтік қолдау бағдарламаларын жүзеге асыру болады. Яғни әлеуметтік саланың дамуы халықтың тұрмыс деңгейін көтеріп, көші-қонды азайтады екен. Одан кейін инфрақұрылымдық бағыт дейді. Жалпы инфрақұрылым бұл өңір дамуының негізгі элементтерінің бірі. Яғни жол, көлік, байланыс, электр энергиясы, су жүйесі және интернет сапасы бұл экономиканың дамуына тікелей әсер етеді. Жалпы мемлекет автомобиль және темір жол желілерін салады, тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жаңғыртады, цифрлық инфрақұрылымды дамытады және шалғай ауылдарды интернетпен қамтамасыз етеді. Инфрақұрылымның дамуы бұл инвестиция тартуға және халықтың өмір сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Жалпы экономикалық бағыт осы шетелдік және отандық инвестицияларды аймақтарға тарту механизмдері, өнеркәсіптік аймақтар мен технопарктерді дамыту, шағын және орта бизнеске арналған мемлекеттік қолдау бағдарламалары, ал әлеуметтік бағытта бұл жұмыссыздықты төмендету және халықты жұмыспен қамту бағдарламалары, білім беру мен денсаулық сақтау жүйесін аймақтарда теңестіру, халықтың нақты табысы мен тұрмыс деңгейін арттыру.
Одан кейін инфрақұрылымдық бағыт бұл көлік коридорлары мен логистикалық орталықтарды салу, энергетикалық жүйені модернизациялау және жаңартылатын энергия көздерін енгізу, коммуналдық қызметтер желісін кеңейту және сапасын жақсарту болып табылады. Өңірлік дамуды реттеу республикалық, өңірлік және жергілікті деңгейлерді қамтитын көп деңгейлі басқару жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Әрбір деңгейде өз өкілеттіліктері, функциялары және жауапкершілік аясы белгіленген. Бірінші шек ол республикалық, оған үкімет, салалық министрліктер, ұлттық жоспарлау органдары жатады. Екінші шек ол өңірлік, яғни облыс әкімдіктері, қала және аудан әкімдіктері жатады. Үшінші шек бұл жергілікті, яғни ауылдық округ әкімдері, жергілікті өзін-өзі басқару органдары. Әрбір деңгейдің өз өкілеттіліктері мен есептіліктері бар. Келесі басқару деңгейлеріне сипаттама бере өтейік. Бұл республикалық деңгей, яғни үкімет дедік, ол жалпы өңірлік саясатты айқындайды екен. Салалық министрліктер олар бағыттар бойынша үйлестіреді. Ұлттық жоспарлау органдары ол стратегиялық құжаттарды әзірлейді. Келесі өңірлік деңгей ол облыс әкімдіктері, яғни өңірлік даму жоспарын іске асырады. Қала және аудан әкімдіктері ол жергілікті бюджетті басқарады. Одан кейін жергілікті деңгей ол ауылдық округ әкімдіктері тікелей халықпен жұмыс жасайды. Жергілікті өзін-өзі басқару орындары ол азаматтық белсенділікті қамтамасыз етеді. Жалпы өкілеттіліктердің нақты бөлінуі бұл орталық пен өңір арасындағы тиімді үйлесімділік және жауапкершілік жүйесінің болуы. Осы жүйенің негізгі артықшылықтары болып келеді. Өңірлік дамуды мемлекеттік реттеу бұл заңнамалық актілер жүйесімен қамтамасыз етіледі. Бұл актілер өкілеттіліктерді бөлу, қаржылық дербестік және жауапкершілік мәселелерін реттейді. Негізгі құқықтық құжаттарға ол конституция, яғни мемлекеттік басқарудың конституциялық негіздерін, аумақтық құрылымды және органдардың өкілеттіліктерін белгілейді. Одан кейін жергілікті басқару туралы заң, бұл жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заң жергілікті органдардың қызметін толық реттейді. Келесі бюджет кодексі, ол бюджет аралық қатынастарды, трансферттерді және өңірлердің қаржылық дербестігін реттейтін негізгі қаржылық заң. Одан кейін жоспарлау жүйесі, ол мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы нормативтік құқықтық актілер, стратегиялық мақсаттар мен көрсеткіштерді бекітеді. Құқықтық реттеудің үш міндеті бұл: бірінші, өкілеттіліктерді нақты бөлу, екінші, қаржылық дербестікті қамтамасыз ету, үшінші, жауапкершілікті заңды түрде белгілеу болып табылады. Өңірлік дамуды реттеуде мемлекет үш топтағы құралдарды, яғни экономикалық, әкімшілік және бағдарламалық кешенді пайдаланады. Олардың тиімді үйлесімі аймақтардың тұрақты дамуын қамтамасыз етеді. Экономикалық құралдар бұл субсидиялар, нысаналы қаржылық талдау, дотациялар, яғни теңестіруші трансферттер, инвестициялық бағдарламалар жатады. Әкімшілік құралдарға лицензиялау және рұқсат беру жүйесі, нормативтік реттеу актілері, мемлекеттік бақылау және аудит жатады. Келесі бағдарламалық құралдарға бұл мемлекеттік бағдарламалар, өңірлік даму жоспарлары, ұлттық жобалар мен стратегиялар жатады екен. Стратегиялық дамуды жоспарлау жүйесі бұл мемлекеттің, өңірдің немесе ұйымның ұзақ мерзімді мақсаттарына жету үшін даму бағыттарын, міндеттерін және жүзеге асыру тетіктерін анықтайтын басқару жүйесі болып табылады. Бұл жүйе экономикалық, әлеуметтік және институционалдық дамуды тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Яғни стратегиялық жоспарлау бұл болашақты алдын ала болжауға, ресурстарды тиімді бөлуге және тәуекелдерді азайтуға көмектеседі. Ол мемлекеттік басқарудың маңызды құралы болып саналады. Стратегиялық жоспарлау циклі өңірдің дамудың үздіксіз қамтамасыз етеді. Бұл талдаудан бастап бағалауға дейін жетіп, нәтижелі келесі жоспарлау кезеңіне негіз болады. Яғни жоспарлауда ең алдымен негізгі мақсаттарды айқындаудан басталу керек. Мемлекет немесе өңір қандай бір нәтижеге қол жеткізгісі келетінін белгілейді. Яғни бұнда басымдылықтары елдің әлеуметтік экономикалық жағдайына байланысты анықталу керек. Одан кейін стратегиялық жоспарлау нақты жағдайды бағалауға негізделеді. Бұл кезеңде өңірдің немесе елдің
қазіргі экономикалық жағдай зерттеледі. Одан кейін стратегиялық бағыттарды қалыптастыру, бұл талдау нәтижесінде негізгі даму бағыттары анықталады. Олар экономиканың басым салаларын дамытуға бағытталған. Бұл бағыттар ұзақ мерзімді даму стратегиясының негізін құрайды. Одан кейін стратегияны жүзеге асыру үшін нақты бағдарламалар мен жобалар дайындалу керек. Стратегиялық жоспарларды жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар анықталады, яғни ресурстарды тиімді пайдалану бұл жоспардың нәтижелігін арттырады екен. Одан кейін іске асыру механизмінде жалпы жоспарды орындауға мемлекеттік органдар, жергілікті билік, бизнес және қоғамдық ұйымдар қатысады. Мониторинг және бақылауда бұл стратегиялық жоспардың орындалуы үнемі бақылауда болады. Бұл кезеңде нәтижелер бағаланып, қажет болған жағдайда түзетулер енгізіледі. Жалпы мониторинг жоспарлардың тиімділігін арттыруға көмектеседі екен. Аумақтық дамудың негізгі мәселелері бұл өңірлердің әлеуметтік экономикалық дамуындағы теңсіздік пен ресурстарды тиімді пайдаланбаудан туындайтын мәселелер. Бұл мәселелер елдің жалпы экономикалық өсіміне және халықтың өмір сапасына әсер етеді. Мысалы, бірінші аймақтық теңсіздіктер, бұл кейбір аймақтар өнеркәсіп пен инвестицияға бай болғандықтан тез дамиды, ал кейбір өңірлерде өндіріс көлемі төмен және жұмыс орындары аз болады. Соның салдарынан өңірлердің даму деңгейі әртүрлі қалыптасады. Одан кейін қаржылық тәуелділік, бұл жергілікті бюджеттердің республикалық трансферттерге тәуелділігі жоғары болып, қалуда және салықтық базасы әлсіз болып келеді. Келесі инфрақұрылымның жеткіліксіздігі, бұл жерде көптеген ауылдық және шалғай аймақтарда жол, су жүйесі, электр энергиясы, интернет пен көлік қатынасы жеткіліксіз. Бұл кәсіпкерліктің дамуын тежейтін бірден бір белгі болып табылады. Жалпы инвесторлар көбінесе дамыған қалалар мен өндірістік аймақтарға қарсылады, ал шалғай немесе экономикалық әлсіз өңірлерде инвестициядан тыс қалып қойылады. Қазіргі жаһандану, технологиялық өзгерістер және экологиялық мәселелер жағдайында болашақ даму жаңа тәсілдер мен инновациялық шешімдерді талап етеді. Қазіргі кезеңде экономиканың басты бағыттарының бірі бұл цифрландыру мен инновацияны дамыту. Бұл бағыт ақпараттық технологияларды енгізуді, жасанды интеллектіні қолдануды, автоматтандыруды, электрондық қызметтерді дамытуды қамтиды. Яғни цифрлық технологиялар өндіріс тиімділігін арттырып, басқару жүйесін жетілдіреді. Одан кейін болашақта экономикалық өсім тек өндіріс көлемімен емес, оның тұрақтылығымен де бағаланады. Бұл жерде тұрақты даму, яғни экономикалық тиімділік, әлеуметтік тұрақтылық және экологиялық қауіпсіздіктер қатарын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ экологиялық мәселелердің күшеюі жасыл экономиканы дамытуда маңызды бағыттарға айналады. Елдің дамуы халықтың білім деңгейін, кәсіби біліктілігіне де байланысты болып келеді. Жалпы білімді және білікті мамандар инновациялық экономиканың негізгі күші болып саналады екен. Одан кейін өңірлердің теңгерімді дамуы болашақ саясаттың маңызды бағыты болып қала береді. Яғни инфрақұрылымның дамуы инвестиция тартуға және халықтың өмір сапасын жақсартуға ықпал етеді. Болашақта жалпы өндіріс жоғары технологияларға негізделеді, яғни бұл роботтандыру, автоматтандырылған өндіріс және тағы басқа жоғары технологиялық өнеркәсіптер. Бұл еңбек жалпы өнімділікті арттырып, халықаралық жалпы бәсекеге қабілеттілікті күшейеді екен. Одан кейін азық-түлік қауіпсіздігі жалпы болашақтағы маңызды мәселелердің бірі болады. Яғни сол себептен осы агротехникаларды енгізу, су үнемдеу технологиялары және ауыл кәсіпкерлігін дамыту бағыттары күшейтілу керек. Осындай әлеуметтік бағыттар жалпы болашақта халықтың өмір сапасын арттыру негізгі мақсаттардың бірі болып қалады. Яғни бұл жерде мемлекеттер жалпы әлемдік нарықпен тығыз байланыс орнатуға ұмтылады. Жалпы экономикалық өсімді қамтамасыз ету, жалпы халықтың әл-ауқатын арттыру бұл негізгі бағыттары болып табылады. Бұл жерде болашақ даму бағыттары жалпы инновацияға, цифрландыруға,
тұрақты экономикаға және адами капиталды дамытуға негізделеді. Яғни заманауи мемлекеттер экономикалық өсіммен қатар экологиялық қауіпсіздікті де, әлеуметтік тұрақтылықты да қамтамасыз етуге ұмтылады. Осы бағыттарды тиімді жүзеге асыру жалпы елдің ұзақ мерзімді дамуы мен халықаралық бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді екен. Өңірлік дамуды мемлекеттік реттеу бұл тек заңнамалық немесе ұйымдастырушылық мәселе емес, сонымен қатар азаматтардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған мемлекеттік стратегиялық міндет болып табылады. Осымен тақырыбымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.